Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев партияның бірінші орынбасары Бауыржан Байбекті қабылдады. Кездесуде Нұр Отан партиясы саяси кеңсесінің кеңейтілген отырысында дайындық барысы туралы мәлімет берілді. Бауыржан Байбек өңір-өңірге жасалған жұмыс сапарларының қорытындысы мен партия фракцияларының мәслихаттардағы сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөнінде хабардар етті. Жалпы фракция тарапынан үкімет мүшелерінің қатысуымен 3 отырыс өткен. Жастар отанға деп бағытталған бағдарлама аясында тиісті шараның 20% орындалды, деді Бауыржан Байбек. Сондай-ақ жастар отанға атты халықаралық форумын өткізу жөнінде және 15 елдің қатысуымен өтетін саяси кеңестің кеңейтілген отырысы жөніндегі жұмыс жоспарымен бөлісті. Кездесу соңында Нұр Отан партиясының төрағасы орталық аппарат пен партияның аймақтық филиалдарына алдағы ауқымды шараға дайындықты пысықтау тапсырды. Айта кетейік, жиын 23 қарашада өтеді деп жоспарланған.